Матай мен Жалайыр. Матай мен Жалайыр елдері алтын емін үшін таласқанда арты үлкен дауға ұласқан екен. Ол кезде Жалайырды билеген Тезектер екен, шу бойындағы қазақтарды билеген Әлі Төре екен. Әлі Төре істің насырға шауып бара жатқанын көрген соң, ақсақал ақылшы билерін жинайды. Шапыраштыдан Сұраншы батырды, Талғардан Туғандай биді, Ботбайдан Қарабай, Диқанбай билерді, Сәметтен Дәуітәлі биді шақырыпты. Оларға тай сойып қонағасы береді. Бұл уақытта Жалайырдың миятқа шақырыла келгенін естіген жігіттер де дайындалып, Төре ауылына жиналып қалады. Шақырылған адамдар түгел келген соң, Төре билерге мән-жайды айтып болып, ағайынның шақыруына бәрің барасың ба, жоқ, бірін барасың ба дейді. Сонда жастар жағы бәріміз барамыз деп атқа мінбек болады. Осы жолда бөлтірік сөз алады. Ағайын арасы қанша қырқысса да аяғы бітімге келеді. Сондықтан қырсықпай, жауласпай тұрып бітісу керек дейді. Сонда Әлі Төре: олай болса бітімге кім барады? Мұны естіген соң әрбір ру өкілдері өздерінің билерін атай бастайды. Сиқымдар Шомай би барсын дейді. Көпшілік оның атпайды. Бұл дау Шомай баратындай түйенің қом-шомын істеп жатқан жер емес қой дейді. Сәмбеттер Дәуітәлі би барсын дейді. Бұл да өте семіз болғандықтан көпшілік тағы қарсы болып, Дәуітәлі ыңыранып арбасымен сонау алтын емілге жеткенше ел тарап кетеді ғой дейді. Жаныстар Қарабай би барсын дейді. Қарабайдың билігінен батырлығы басым кісі екен. Сол жағын еске алып көпшілік Қарабай баратын алтын емілде қаптап жатқан жау жоқ дейді. Шапыраштылар Сұраншы батыр барсын дейді. Жұрт оған да көнбей, бұл дау Сұраншы батыр баратын ақ білектің күші, ақ найзаның ұшы керек жер емес дейді. Сары үйсіндер Сары би барсын дейді. Халық оған да көнбей, бұл дау Сары би баратын алтын емілде қыз-келіншектер айтысып жатыр дейсің бе дейді. Дулаттар Диқанбай, Туғанбай, Бәйімбет билер барсын деп тағы да сөз көтереді. Әлі Төре бұларға да келіспейді. Аталған билердің бірінде жұрт ұнатпаған соң, көпшілік ішінен бір дана қарт шығып былай дейді: мұндай үлкен дауға ауыздыға сөз бермейтін, аяқтыға жол бермейтін өте жүйрік, өте шешен адам керек. Әз ата ыстының аруағы деп ауызға алмайсыңдар. Бұл дауға ысты бөлтірік барсын, одан шешен, одан тапқыр қайсың барсың деп біраз тоқтайды да, оған серік Кебекбай, оның қасына еріп Байғазы барсын дейді. Дана қарияның бұл ұсынысын қабылданып, алтын емілге сол үшеуі аттанады. Арада 5-6 күн өткенде елшілер өздерін арналып тігілген үйге келіп түседі. Матайлар қоян көздің ар жағына, Жалайырлар бер жағына тоқтайды. Қалың ағайындар үшін бірнеше ақ үйлер тігіледі. Матай жағынан Құнанбай, Құсбек Төре, Тәнеке би сияқты орта жүздің адамдары атқа мініп, судан өтіп, бөлтіріктер түскен үйге келіп, ұлы жүздің баласы деп сәлем береді. Бөлтірік олардан жөн сұрайды. Арғыннан Құнанбайды: Тәнекені естуіміз бар, ал мынау сыпырма бөрік киген кім екен деп Құнанбайға еріп келген Құсбек Төрені қағытады. Сонда Тәнеке би: әу бөлтіреке, бұл Құсбек Төреміз ғой дейді. Бөлтірік мүдірместен: алдияр, тіл аузым тасқа деп азырақ кішілік еткен болады да Құсбекті тағы қағытады. Олай болса төре елшісіз бе, жаусысыз ба? Біздің елдің төресі ағайын арасының дауын бітіріп кел деп бізді жіберді, өз үйде жатыр. Мұндай даулы жерде төреге не бар? Қайдан білейін, түріңізге қарап Қызылжардың былғары сататын ноғай екен деп қалып едім дейді.
Қыс бөктері қып-қызыл болып ұялып жақ аша алмай қалады. Құсбектің жеңілгенін аңғарған Құнанбай бөлтірік алдында кішілік жасай бастайды. Бөлтеке, сіз аға боласыз ғой, осы даудың билігін өзіңіз айтсаңыз қайтеді. Құнанбайдың бұл сөзіне риза болған бөлтірік сыпайы жауап береді. Құнеке, аға бордан, іні сордан деген атаның салған жолы бар. Сонда танике. Бөлтіреке, аға тұрып үні сөйлегеннен бездеген, 300-дің баласына билік айтқан Төле би атаныңыз ғой, жол сіздікі дейді. Сонда бөлтірік жүгіне қалып, қолындағы қамшысын тастай беріп былай деген екен. Мен айтсам істің дәлелін, биліктің әділін айтам, бұл алтын еміл әуелі Құдайдікі, бұл жер болғалы қаншама ел көшіп етпеді. Кім жайламаған бұл жерді? Алтының алтын, ал емілің қармақшы емес пе? Қазақ түгіл қалмақ та мекендеген бұл жерді. Қақас 12 баулы ноғайлы да жерленген жер бұл. Ең ақырғы қазақ қоныстанған, ағайындар сонау тас молаға көз салсаңдаршы. Ол ең әуелі ноғай қонған, ол кеткен соң үйсін Шомай қонған, үйсін ішінде Жаныс, оның ішінде Қасқарау қонған. Сол тас мола Алақай кемпірдің моласы. Алтын Айманның мұрынына жел түсіп, Алақай теуіп кезінде оларды 6 сиырдың сүтімен емдеп, 6-ауын да жазған екен. Айыққан соң орта жүзден тентек балалары тәуіптің батасын алмай 6 сиырын айдап әкетіпті. Найман сол уақытта қателік жасаған екен, тас мола белгісі бар алтын еміл Жалайырдікі. Жер туралы билігім осы дейді бөлтірік. Құнанбай бөлтіріктің билігіне дау айта алмай мақұл дейді де. Ал бөлтіреке, өлген 7 адамның құнын айтыңыз дейді. Сонда бөлтірік. Өлген 7 адам Найманнан 3, Жалайырдан 4 екен. Сондықтан Найман жағы Жалайырға 1 адамға құн төлесін дейді де, қасында отырған Кебекбайға қарайды. Сонда Кебекбай жүгініп отыра қалыпты. Есебін тапқан ерге ердің құны 2 ауыз сөз ғой. Қарақалықтың бірлігі болса, шешеннің билігі болса, ханның берер аты, қара тоны, кілемі болса деп, билікке тиісті заттарды ескеріп келеді де сөзін жалғастырады. Найман жағы 1 адамды артық өлтірген екен, бұл үшін Найман 1 адамның құнын төлесін, су түбін шым бекітеді, құнның түбін қыз бекітеді деп тоқтайды. Құнанбай Кебекбайдың бұл астарлы сөзін ұғады. Анау артық өлген 1 адамның құны үшін Найман жағы Жалайырға қалыңсыз қыз беріп тынсын деп отыр. Бұған қалай қарайсыздар дейді. Жұрт мақұл деседі. Содан екі елдің арасы жаулықтан енді құдалыққа айналып, ұрысқа дайындалғандар енді сойылдарын отқа жағып, күліп ойнап тарқасыпты дейді. Дауды бітіріп елге келген соң, бөлтірік әлі төредің алдына келіп, дауды қалай шешкендігін баяндайды. Сонда сары би бөлтірікке: "Уай бөлтірік, Алақай тауып туралы айтқаныңызда сиырдың не, ұлы жүзде жылқы жоқ беді" депті. Сонда бөлтірік сарыға қарап: "Сенің білместігің ай осы, мұрынға түскен желге сиырдың сүті ғана ем болады. Ал жылқының сүті мұрынды жеп, жатқан құртты қоздыра түседі" деген екен. Ата-бабаларымыздың халықты жөн жосықсыз төгілген қаннан, қырғыннан сақтау үшін қылыш пен найзаны қару етпей, шешендікті қару етіп білген үлкен адамгершіліктен туғанын осы сынды хикаялардан анық байқаймыз.